Баршаңызға сәлем. Бұл сөз тек айтылған өсиет емес, өмір тәжірибесінен туған ақиқат. Бұл сөздер жүрекке тиеді. Бабаларымыз айтқан осы нақылдар бүгінгі күнге дейін келеді. Соңына дейін көр, өзіңді табуың мүмкін. Жетесіз жігіт ел қадірін білмес, некесіз әйел ер қадірін білмес. Таста тамыр жоқ, ханда бауыр жоқ. Асылдан асыл туады, жалқаудан масыл туады, мылжыңнан езбе туады, қыдырмадан кезбе туады. Естіге айтқан ақыл сөз шыңға тіккен тумен тең, ессізге айтқан ақыл сөз құмға сіңген сумен тең. Парақор биге ісің түспесін, сараң үйге кісің түспесін. Хан қасында ақылды бе болса, қара жерден кеме жүргізеді. Шыншылдық адалдықпен ағзалас. Дауыл болмай жауын болмас, даулы болған қауым болмас, егіз ешкі сауым болмас, екі жалқау ауыл болмас. Екеу болса, дау төртеу болады. Қыран қартайса, жағалтайға жаутаңдар. Көзі қысық, тісі қисық жаудан гөрі, көзі шегір, өзі жемір жаудан ұрпағым көп қорлық көретін болады. Аспан ашық болса, күн шуақты болады. Хан әділ болса, халық ынтымақты болады. Хан халықтың қазығы, қараша ханның азығы. Жаман еркек жар қадірін білмес, жайсыз әйел ер қадірін білмес, жалқау адам тер қадірін білмес, жетесіз жігіт ел қадірін білмес. Бабалар сөзі тәрбие мектебі. Бұл нақылдар тек есту үшін емес, ойлану үшін айтылған. Қай сөз саған қатты ұнады, қайсысы бүгінгі қоғамға дәл келеді? Пікіріңізді білдіріп жаза отырыңыз. Егер осындай даналық сөздер керек болса, лайк басыңыз. Пікірге ең әсер еткен нақылды жазыңыз. Қазақтың рухани мұрасын бірге жаңғыртайық десең, арнаға жазылып, қоңырауды басуды ұмытпаңыз.